Саламатсыз ба? Мен Нұрдәулет Айсұлумын. Менің жасым 5-те. Мен Аққу ересек тобында жүрмін, барып жүрмін. Өте жақсы, Айсұлу. Мен тәрбиешісі Жолан Дүйсенбет қызымын. Айсұлу, бүгін екеуміз сумен, тұзбен тәжірибе жасайықшы. Не бар үстел үстінде? Тұз, 2 су, 2 жұмыртқа, 1 қасық. Өте жақсы, дұрыс айтасың. Бірінші біз мына суы бар стакан, қарайықшы стаканды. Қандай су? Түсі бар ма? Түсі жоқ. Дәмі бар ма? Дәмі жоқ. Иісі бар ма судың? Иісі жоқ. Иісі жоқ. Түссіз, дәмсіз, иісі жоқ екен су, иә? Осы суға мына жұмыртқаны алып сала қойшы. Кәне көрейік. Жұмыртқа не болды? Судың төбес астына судың астына түсіп кетті, батып кетті. Батып кетті, дұрыс айтасың. Онда жұмыртқа қандай екен? Айсұлу. Ауыр. Ауыр. Су қандай екен? Жеңіл. Жеңіл екен, дұрыс айтасың. Онда тығыздығы деп айтамыз. Судың тығыздығы жеңіл, ал жұмыртқаның тығыздығы ауыр екен. Ал екінші стаканға, Айсұлу, тұзды ас қасықпен саласың. 2 ас қасық тұз салып, ішіне жұмыртқа саламыз. Кәне. Сала қойшы қасықпен. Толтырып сала. Жарайсың. Сала. Кәне, былғап көрші тағы. Тағы салайын бапай. Иә, алам салам. Сала қой. Былай қой. Жарайсың былай. Өте жақсы. Қасықты шығара қой. Енді жұмыртқаны сала қой. Жұмыртқа не болды? Батып кетпеді. Батып кеткен жоқ па? Иә, не істеп тұр? Суда? Суда ортасында тұр. Иә, қалқып жүр ма? Сонда енді жұмыртқа қандай, ауыр ма, жеңіл ма? Жеңіл. Иә, жұмыртқа жеңіл, су қандай екен? Ауыр. Ауырланды. Судың тығыздығы ауырланды, а жұмыртқаның тығыздығы жеңілденді. Иә, дұрыс па? Өте жақсы, Айсұлу, дұрыс айттың. Айсұлу, күшпен сүрте ғой. Айсұлу, тәжірибе саған ұнады ма? Иә. Жарайды, өте жақсы жасадың, сен маған көмектестің. Мына тәжірибеге, Айсұлу, жұмыртқалар, шикі жұмыртқа қолдану керек. Жарай ма? Иә. Бұлай болса, рахмет, Айсұлу.